Бүгінгі сабағымызда қазақтың кезекті ханы Хақназар ханды қарастыратын боламыз. Хақназар хан Қасым ханның ұлдарының бірі болып саналады. Қазақ тарихында 1538 жылдан 1580 жылдар аралығында хан болып тақты иеленіп Қазақты басқарған болатын. Бұл тарихтағы алатын орны елді 42 жыл бойы басқарған болатын. Яғни бұл Хақназар хан қазақ тарихындағы тақта ең ұзақ отырған хан болып саналады. Және де бізде 1518 жылдан 1538 жылдар аралығында не себепті қазақта өте мықты, өте дарынды осы Хақназар хан билікке бірден әкесі Қасым өлгеннен кейін отырмады деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол сұрақтың жауабына кеңірек тоқталатын болсақ, Қасым хан қайтыс болғаннан кейін Хақназар жасы жетпегеннен кейін хан болып сайлануына араға 20 жыл салып 1538 жылы ғана қазақтың ханы болып ақ кигізге көтеріліп хан сайланған болатын. Енді бұл 20 жылдың ішінде Қасым хан мен Хақназар ханның арасындағы уақыт аралығында қандай оқиғалар болды, соларға тоқталайық. Қасым ханның қайтыс болғаннан кейін таққа 1518 жылы Мамаш отырған болатын. Мамаштың хан тағына отыруы және де сол кездегі хандардың көптеген мәліметтерді Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректерінен аламыз. 1522 жылы шайқастардың бірінде Мамаш қайтыс болады. Яғни бұл жерде қазақ тарихындағы Мамаштың хан тағында отырған жылы 4 жыл. Кейін жалпы осы 16 ғасырдың 20-30 жылдары Жәнібектің балалары Мамаш, Тахир, Бұйдаш кезек-кезек қазақ хандығын басқарған болатын. Осы кезеңде 16 ғасырдың қазақ хандығының әлсіреуі өте көрші мемлекеттерге беделінің төмен түсіп кеткен уақытына тұспа-тұс келеді. Сыртқы қауіптер, әрине қазақ хандығындағы әлсіз хан, сұлтандардың билігінен кейін көрші мемлекеттер қазақ хандығына қауіп төндірген болатын. Өзбектер, моғолдар, ойраттар өте көп көңіл бөліп қазақ хандығын басып алу мақсатын өздеріне басты мақсат ретінде қолданған болатын. Моғолдар Мәуереннахр өзбектермен келісім жасап, қазақтарға қарсы соғыстарды бірнеше рет ұйымдастырған. Өзбектер моғолдармен бірлесіп қазақ хандығына қарсы одақ құрған. Ойраттар Қазақстанның шығыс бөлігіндегі орналасқан негізгі біздің қарсыластарымыздың бірі, қазақ билеушілеріне бірнеше рет ірі жеңілістерді келтірген болатын. Мамаш ханның қазасынан кейін хандықта үлкен дүрбелең басталады. Барлық сұлтан әулеттері билік үшін таласты бастаған болатын. Тахир хан қазақ хандығында Мамаш хан өлгеннен кейін үлкен келіспеушіліктер басталады. Дешті Қыпшақ сұлтандары бір-бірімен ұзақ уақыт соғысқан. Ең соңында Тахир сұлтан хан болып жарияланған. Бұл да бізде Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди еңбегінде. Мұхаммед Хайдар Тахир туралы. Ол табиғатына мейірімсіз және қатал. Еш пендеге сенбейтін адам болатын. Сұлтандардың одан көңілдері қалды деген деректерді келтірген. Халық алдындағы беделінен айырылған Тахир шет жерде дүние салып, бұл билеушінің халықпен ортақ тіл таба алмауының қасіретті нәтижесі барлық қазақ хандығында өте қасіретті ауыр қайғы қасіретке алып келген болатын. 1521 жылдан 37 жылдар аралығындағы қазақ хандығында өте ауыр қасіретті оқиға. Қазақ хандығындағы хандар бірінен соң бірі ауысып отырған болатын. Мамаш шығу тегі Қасым ханның ұлы, билік құрған жылдары 21-22 жылдар. Тахир хан Жәнібек ханның немересі, Әдік сұлтанның ұлы. 1522-1533 жылдары
билік құрған болатын. Ахмет хан, Қожа Ахмет деп айтылады кей деректерде. Шығу тегі Жәнібек ханның немересі, туған әкесі белгісіз. Билік құрған жылдар 1534 жылдан 37 жылдар аралығы. Тоғым хан, шығу тегі Жәнібек ханның немересі, Жәдік сұлтанның ұлы. 1533-1538 жылдар аралығында билік құрған болатын. Бұйдаш, шығу тегі Тахир ханның бауыры болып есептеледі. Осындай 16 ғасырдың 20-30 жылдары өте ауыр қасіретті оқиғалардан кейін Қазақ хандығының ішкі сыртқы саясаты ауыр жағдайда болғанда Қазақ хандығына 1538 жылы Қасым ханның баласы Хақназар билікке келеді. Хақназар ел билігін қолына алғаннан кейін сыртқы саясаттағы бірнеше мәселелерді шешкен болатын. 1550 жылдары Жайық жағасындағы жағдайды нығайтып, Ноғай мырзаларын Еділдің арғы жағына ығыстырады. 70-80 жылдары Абдаллахпен одақ құрып, Түркістан, Сауранды Қазақ хандығына қосқан болатын. Түркістан мен Сауран Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі қалалар. 1560-70 жылдары Ноғай ордасына қарсы жорықтар жасап, Арал, Жайық жерін Қазақ хандығына қосқан болатын. Хақназардың бүкіл саяси қызметі қазақ қоғамын біріктіріп, елдің қауіпсіздігін қамтамасыз еткен. Ноғай және көрші мемлекеттермен қарым-қатынасы жайлы тоқтала кетер болсақ, ноғайлар мен башқұрттар олардан алым-салық жинап, өзін қазақтар мен ноғайлардың ханы деп Хақназар жариялаған болатын. Оңтүстігіміздегі көрші жатқан қырғыздармен қарым-қатынас орнатып, қазақ пен қырғыз ханы деп те танылды. Сібір хандығы, бұрын Сібір хандығына енген көптеген басым бөлікті Хақназар өзінің қол астына қаратқан болатын. Абдаллахпен одақ және Ташкент мәселесі. Достық келісім шарт жасалады. Бұхара билеушісі Абдаллахпен достық және әскери одақ туралы ант берісу туралы келісім Хақназар қол жеткізген болатын. Ташкент билеушісі Баба Сұлтанға қарсы ортақ соғыс ұйымдастырылады. Түркістан мен Сауранды Қазақ хандығына қосылады. Бұл екі қаланың Қазақ хандығына қосылуы сыртқы саясаттағы біраз мәселелерді шешіп, беделді көтерген болатын. 1579 жылы Баба Сұлтан келіссөзге келген Хақназардың екі ұлын өлтіруге бұйрық берген. Көп ұзамай, бір жылдан кейін Хақназар ханның өзі де қиян-кескі күрес барысында қаза табады. 38 жыл мен 80 жылдар аралығындағы 42 жыл бойы билеген Хақназар ханның мұрасы. Аумақты батыста Жайық бойынан, шығыста Балқаштың арғы жағына, оңтүстікте Ташкентке дейін ұстаған болатын. Дипломатиялық мәселе бойынша Мәскеу билеушісі Иван Грозныймен елшілік қарым-қатынастарды орнатады. Оның есімі қазақтарда ғана емес, башқұрттарда, қырғыздарда, көптеген ұлттарда сақталған болатын. Енді қорытындылай келе, бұл қазақтың ханы Хақназар хан мемлекетті нығайтуда, ішкі сыртқы саясатта көптеген өзінің реформаларын, ішкі сыртқы саясаттағы байланыстарды нығайтқан болатын. Хақназар ханның арқасында хандық аумақ толық қалпына келтірілді, қазақ мемлекеттілігі нығайтылды және көрші мемлекеттермен дипломатиялық байланыстар орнатылған болатын. Қадырғали Жалайыридің еңбегінде оның ұрпағы бұдан-бұдай хандық иітпеді деп жазған болатын. Хақназардың ұлдары қазақ жерлері үшін ұрыста қазаға ұшырап, билік Жәнібектің басқа ұрпағына өткен болатын. 1580 жылдан бастап билікке 80 жастағы Шығай таққа отырған болатын. Шығай хан туралы келесі видеосабағымызда әрі қарай жалғастыратын боламыз.